ассалому алайкум дӯстони гиромӣ. силсилаи гузоришҳои худро аз ҷараёни мусобиқаи лиги октагон идома медиҳем. аз тоҷикистон дар октагон 71 ки дар шаҳри алматои қазоқистон баргузор гардид, дар карди асосӣ размандаи тоҷик Саймумин Мадиев машҳур ба метро Люблино иштирок кард ва бо Ирисбек Тиленов аз Қирғизистон вориди рақобат шуд. пеш аз мусобиқа маълум гардид ки размандаи қирғиз аз паҳлавони мо 15 сантиметр қадди баландтар дошта, вазнаш ҳам зиёд аст ва аз ин хотир бо корти зард мусобиқаро шурӯъ кард. наворҳои ин вохӯрӣ аз лиги октагон манзури шумо мегардад. Решается его визави из Таджикистана. Саймумин, метро Люблино, Мадиев! Назарларыңызда Саймумин Мадиев, 28 жастары, тәжірибелі өкілі. Октагон рейтингінде дәл осы 57 келі салмақ дәрежесінен 7-ші орында отыр. Яғни Ирисбек Тиленовтен небәрі бір саты жоғары. Қазір таңда 9 жекпе-жек өткізіп үлгерген, соның 8-інде жеңіске жеткен. Бұл спортшы 8 жеңістің біреуінде ғана төрешілердің шешіміне дейін жеткен. Қалған жекпе-жектердің барлығы мерзімнен аяқталған, басым бөлігі толқындыру және ауырту әдісі арқылы қазір қатарынан 3 жекпе-жекте жеңімпаз атанып келе жатыр. Дамы и господа, переходим к представлению пары бойцов данного сражения. В синем углу клетки бойцу 21 год. Его рост 173 сантиметра. Официальный вес 57,8 килограмма. Боец вышел в клетку с желтой карточкой. Официальный рекорд 5 побед и 1 поражение. Его стиль ММА из Кыргызстана. Ирисбек Тиленов! В красном углу клетки его визави бойцу 28 лет. Его рост 160 сантиметров. Его вес 56,7 килограмма. В его активе 8 побед и 1 поражение. Его стиль вольная борьба из Таджикистана. Поприветствуйте Саймумин, метро Люблино, Мадиев! Рефери в клетке Дауренбек Джакаев. Жауынгерлер, ережені білеміз, ережені бұзбаймыз. Мұқият тыңдаймыз. Бойцы правила знаем. Не нарушаем. Внимательно слушаем меня. Пусть команды стоп, все действия прекращаем. Покажите красивый, достойный, самый главный, честный бой. Удачи! По углам! Сары карточкамен шығады. Бұл жекпе-жекке Ирисбек Тиленов тиісті салмақ дәрежесін көрсете алмаған таразды. Осы себепті жекпе-жек басталмай жатып ақ бір ұпай артта келе жатыр десек те болады. Алғашқы раунд. Первый раунд. Өте бойшаң бұл салмақ үшін. Ирисбек Тиленов Саймумин Мадиевтен. Левый. А на скачке левый хук от Саймумина.
Өте жылдам. Колено как сел просто. Саймумин и тут же Тиді. прихватил шею. Бірақ болмайды сонда да. Өте ширақ По-борцовски просто. Слабоненко сбросил. Мадиев. Өте жоғары қарқында айқасатын адам Саймумин Мадиев. Көрейік. Болмады бұл тұста. Поторопился. Все еще потрясен после удара, пропущенного по всей Саймумин. Бірақ дайын Рысбек Тленов түк болмағанда әрі қарай жалғастыруға дайын. Да, все-таки размах рук, размах ног, скажем так. Сейчас преграда на пути у Саймумина для его легендарного прохода в ноги. Бұған дайындалып шыққан сияқты Тленов. Тіземен бір көрсетіп қойды бұны. Міне тағы да. Еще раз. Тізені алға шығарады бірден. Қарсылас аяққа ұмтылса қазір. Енді Мадиев әрине ойланып қимылдайтын болады. Аяққа өткен кезде әсіресе. Жұлқынса бірден дайын тұр, аяқты алға шығаруға. Тленов. Өт аяққа, бірақ дайын тағылы. Сонда да шабуылдарды жалғастырып отыр. Мадиев. Жаман емес. Дергезде иық. Тленовтың не ойлағаны бар? Әзірше нақты бір жоспар бар ма жоққа түсіну қиын. Отлично. Рысбек здесь отработал. Амаша қашықтықта міне бірақ өзінің бойызындығын қолдана алмай жүр әзірше. Тленов тағы өтті аяққа. Амаша. Енді сұмдық жылдамдық деген бұл жекпе-жекте. Ең жеңіл салмақ екенін ұмытпаңыздар. Екеуі де өте жылдам. Мадиев жалпы бұл салмақ үшін де өте ширақ қимылдайтын спортшы. Пытается перевод оформить. Амаша, бар. Зерлетті кем дегенде қарсыласын тағы да бэкмаунт алуға ұмтылады, бірақ бойдың аласалығы сәл кедергі, Мадиев үшін. Да, это не Саймумин низкого роста, а Рысбек высокий для этой весовой категории. 173 сантиметр деп көрсетілген ресми. С плечом отработал, но еще и стоит отметить, что Тленов не уложился в лимиты этой весовой категории, поэтому мы даже не знаем, сколько он не сделал, сколько сейчас весит. Точно больше, чем Мадиев. Амаша тағы да тізе, бірақ тіземен екеуі өте қауіпті бұл жерде қимылдап отыр. Мадиев клинчтен бас тартып жатқан жоқ, Саймуминнің көздегені қарсыласты. Астына салып алу әрине, тейкдаун. Шыға бере клинчтен. Хук. Тәжік спортшының орындауында. Меньше 2 минут до окончания первого раунда. Жылдам жақтай. Комбинация здесь. Саймумина, но здесь главное не пропустить самому навстречу. Тленовтың өзі атылды қазір шыдамай. Нәтижелі шабуылдары көп емес Рысбектің бұл раундта. Два боковых удара. Саймуминнің орындауында. Тамаша. Тлен догоняет. Бірақ тейкдаун құрыну мүмкін. Тәптәуір қорғанып шықты. Екінші раунд қыза түседі. Бірінші раундта көп күш салды. Қайсының функционалдық дайырлығы жақсы. Содан аңғаратын боламыз. Тамаша. Қашықтықтан жұдырықтасу керек әрине. Алыстан. Ыңғайлы сәтті табалды қалай дегенмен. Саймумин өте қарқынды раунд. Екінші раундта бұл жігіттер өздерін қалай сезінеді екен, а? Концовка первого раунда. Тағы да өтіп көреді. Раундтың соңына қарай. Тамаша. Әсіресе міне клинчтен шыға бері екеуі де соққы жасап жүргенде. Раунд аяқталды. Және бұндай раундтарды бағалау жалпы
есеп шығару қиын бұндай раундтарға шыны керек. Да, очень сложно оценить итоги первого раунда, отдать кому-то предпочтение. Все-таки раунд получился очень насыщенным. Давайте вспомним, как это было. Иә, экшенге толы бірінші раундтан кейін үмітіміз зор. Екінші раундтан да. Ну, не знаю, здесь как это комментировать даже. Протянул руку, но затем нежданно справа. Саймумин. Бұл жерде енді таза бір өзара қарым-қатынас қараңыздар. Алыстан тағы да. Тамаша, өте жылдым. Тоқтамайды. То, что можно, все выбросил. Мадиев, попытка тейкдауна. Кетті ашық ұрыс. Сәлесен кіретті. Готовит колено Тленов. Соңғы кездері ең үздік жекпе-жектердің бірі шығар. Дәл қазір біз тамашалап отырған. Қарқын деген сұмдық. Тамаша. Тағы да ашық ұрыс. Соңына дейін. Соңғы демі алғанша дейін Саймумин Мадиев айқасуға дайын. Тленовті енді бұндай мәнерде жұдырық тастауға мәжбүрлеп жүр десек те болатын шығар. Енді қанша уақыт бойы бұлай жүре алады бұндай қарқын ұстап Саймумин Мадиев. Міне, сұрақ мұнда. Тек қана. Здесь опасно было. Абырой болғанда тиген жоқ, Сәл жонып өтті. Зацепило или нет? Тиді. Саймумин говорит, что зацепило. Давайте взглянем на повтор. Ощущение, что нет. Тимеген сияқты. Поскользнулся точнее. И Сәл жонып өтті. Скользь зацепило. Тигенде енді оңбас еді шынымен де. Мадиев сокер-кик ережеге сай емес. не сыграл в футбол здесь. Респект Тленов. Аяқтан алды, ал көрейік. Ары қарай шабуылды соңына дейін жетсе алады. Бар. Өтті қарсасына арқасы. Бұнда позицияда Тленов бұған дейін жекпе-жектерінде көрсетті қалай жұмыс жасай алатын. Сондықтан қатты бір проблема болмау керек. Міне қол ұзындығы қаншалықты маңызды рөл атқарады. Жай ғана интерес алып болды. Прыжкенов в защиту, здесь в блок. Бояласа аяқ қысқа бола тұра. Мадиевтің мұндай соққылар жеткізіп жатқаны қызық, Керісінше Тленов қашықтықтан атқылап жүре алады ғой негізінен. Как он называется? Удар хвост или удар дракона? Тамаша, Тленов тағы да кетті. Тиді соққы. Парни не сдерживаются, абсолютно. Джеб. Как раз таки размах рук дает о себе знать. Два точных джеба и снова попытка перевода. Тағы да қарсыласының арқасына өтіп кетуге дайын тұр. От метро Люблино. Тамаша. Сатпады сонда да. Бұл жекпе-жекті жасаған Саймумин бұны мойындайды. Тленов қазір тек қана қарсыласының шабуылдарына жауап беріп болды. Өзі қатты шабуылдамайды. Тут, возможно, еще играет решающую роль перевес, скорее всего, Тленова. Но поэтому не хватает физухи для перевода. Физических данных у Саймумина. Тленов проходит в ноги.
Иә. Сары карточка бар екен. О, қазір қалай өтіп кетті. Құдды бір еркін күрестен белдесіп отырған сияқты. О, Тленов. В боковом контроле. Тленов қазір жақсы позицияға ие. Уақыт жеткілікті. Қазір нығайту керек позиция. Шаршады Саймумин. Міне осы жерде біраз шаруа тындыруға болады. Тленов шығармайды әрине. Не соққы жасау, не әдіс жасау. Тем временем минута остается. Тағы да. Арым бар. Мадиевтің көздеп отырғаны. Бұл әдісті өте жақсы жасай алатын бұған дейінгі жекпе-жектерінде көрдік. О, Бекман оформляет. Ай-яй-яй-яй. Опасная позиция для Мадиева. 40 секунд остается. Ой, в маунте оказывается. Респект Тлена продолжает атаковать. Тоқтауға болмайды. Мадиев әрине қазір өте қиын жағдайға Фисты пошли. Сонда да болмайды, қараңыздар. О, тамаша. Қорған алды. Да, не застаивается в одной позиции. Жоқ қалай дегенмен әлі де Саймумин. шабуыл жалғастырады. Считанные секунды и раунд завершен. Екінші раунд бойынша да айту қиын, е? Ну, возможно, концовка здесь зарешала. И, скорее всего, второй раунд. Я думаю, что боковые судьи подают свое предпочтение именно бойцу из Кыргызстана в лице Респекта Тленова. Енді бірінші раундты Саймуминге беруге болады, е? Сары карточканы қосасың оған бар. Сондықтан шамамен қазір тең жатыр деп топшылауға болады екі раундтың қорытындысында. Но вот, учитывая желтую карточку в первом раунде, я думаю, не совсем правильно. И нужно учитывать в конце, когда будет подсчет всех баллов. То есть по итогам всех трех раундов, затем уже отнимать минус 1 балл у Респекта Тленова. А будет ли это по итогам трех раундов, или же все завершится в третьем раунде? Ну, по крайней мере, намека, что этот бой завершится раньше срока, я не вижу. Столько ударов пропустили оба спортсмена, и Саймумин, и Респект. Ну, и ни намека даже на, не то чтобы нокдаун, даже ни намека на акцентированное попадание не было. Саймумин әлдеқайда шаршаған болып көрінеді қарсыласына қарағанда. Тленов сәл тың сияқты. Міне осындай кездерде салмақ жасамау қаншалықты маңызды рөл атқарады. Но ему досталось на самом деле, особенно в конце второго раунда. Ну и, конечно, мы пока что не знаем, по крайней мере, на данном этапе, насколько перевесил Тленов. Был ли оправдан этот поединок, если перевес был большим, или если там 500 грамм, то думаю, что сильно это повлияло бы, наверное. Сам нежданул. Респект. Мадиевтің шаршағанын өзі де сезді. Қазір тек қана күреспен алу керек. Осыны күткенде болу керек. Тленов. Ау бастағы жоспары осы болды. Енді аңғарып отырмыз оны. Енді шығармайды әрине қарсыласын астына. Партада қысым көрсете алатын адам. Аяққа ортөсін жасамақшы болды бұл тұста, бірақ есесіне қарсыласын керісінше гардтан шығарып алды. Позицияны ішледі ме? Әлде осы жерден шабуыл жалғастыра береді ме? Респект Тленов. Типа Кимура пытался здесь Респект исполнить. Позиции распятия оказывается. Файтеры, ну и положение дела у Саймумина не улучшается на самом деле с каждой минутой, с каждой секундой третьего раунда. Сайд-контрол же. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Шығармайды. Айтып қой. Тленов әлдеқайда тың. Мадиевке қарағанда, Саймумин әсіресе бірінші раундта қаншама күшті алған көріңіздер. Ауыр соққылар. Міне осындай кездерде бірден аңғарасың. Неге салмақ жасау керек, неге салмақ жасамау керек деген сияқты. Бекмаунт алуға жақын толықтай. Саймумин, Тленов. И в маунте. Ну, здесь только лишь обороняется. Саймумин не атакует снизу.
Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тамаша. Короткие локти. Неприятные и болезненные. Қазір бэкмаунт береді. Мойынға өтті ме қол толықтай? Соған келе жатқан сияқты, ойында алды. Екінші қолды желкеге тіреп үлгерген Шею жоқ. прячет шею. Саймумин. Но видно, что на фоне усталости уже не может так активно обороняться. Полноценный бэкмаунт. Тағы да мойынға салып көреді бұл жерде, бірақ екінші қол желкеге салынады ма? Әлде басқа жол таңдайды ма? Тленов қылқындыру негізінен келеді, әдіс өзі келеді. Қазір асығудың қажеті жоқ. Да, времени недостаточно, еще половина раунда позади. Джо отказался от затеи. Решил в втором раунде поработать. Қаншама соққы шынтақпен жауапсыз референі қазір тоқтатуы мүмкін. Тоқтатуға Рымбек жақын. Джакаев. Тағы да бэкмаунт. Просто приходится жерден прятать жалтыра свое беру. лицо в другой позиции. Ай-яй-яй-яй-яй, 2 минуты остается. Дорымбек Джакаев. Дорымбек Джакаев. И вмешивается. Респект Тлена поддерживает, по всей видимости, самую большую свою победу в карьере над Саймумином Мадиевым. Бұл салмақтағы ең танымал. Яркое шоу! На 3-й минуте, 4-й секунде 3-го раунда техническим нокаутом победу одержал Респект Тлена! Кыргызстан, дайте шума для Эрсбека. 2 боя в октагоне. 2 финиша над огромными звездами этой индустрии. Актуре Батырбек и теперь Метро Люблино. Я думаю, теперь точно тебя знает весь Кыргызстан. Я знаю, что ты немногословен, Эрсбек, но поделись эмоциями. Ассаламу алейкум, Казахстан, Кыргызстан, Өзбекстан. Барыңыздарға чоң рахмат. Мен уже ынтымақ спорт клуб ағайларым Алмака, Умокбарадан Ражапка, Айткобарадан барыңыздарға чоң рахмат. Мен спарринг партияларым Гүджигейт, Русланға бардыңызға чоң рахмат. Ең бірінші мен Қазақкам сіз чоң рахмат аға. Үшін прямой эфирді көріп отырған мен қолдаушыларым, Кыргызстан ата-енем, бір туғандарым, достарым, сіздерге терең разышылық білдірем. Октагон, мен ойлаймын, поездқа мен стоящиймін деп. Топ-ой байыстергерде 2-2 тең. Досрочный победа бұл. Жақсы жетістік деп ойлаймын. Дайте мне поезд. Мен бір балаға вызов таштағым келеді. Шоу-тайм. Аренаға кел, духың жетсе кел. Бұл осы жөніне қой. Погоды сен мен дұрыспайсың ғой деймін. Шоу-тайм. Шық бияққа. Я думаю, он точно будет заинтересован в этом. Шоу-тайм. Же БМФ. Любой бергілі. Чоң вес 61 чемпион даярдан. Русланға же кеттім бір адам, мен кеттім жақын арада. Шоу-тайм. Где ты, брат? Кыргызстан, встречайте! Тавриидият баъди ғалаба бар Саймумин Мадиев и Респект Тленов ғолиби ин мусобиқа Дилшод Нурқузиевро ки як қирғизи дигар, як развандаи қирғизи дигарро шикаст дода буд, барои рақобат дар октагон 70 даъват кард. Аммо Саймумин ният дорад ки ба ин бухташ дар рақобати рӯбарӯ дар ояндаи наздик ба Респект Тленов ҷавоби сазовор диҳад. ҳоло мо ба Саймумин табобати бобарор орзу мекунем. бо канали мо бошед, ҳамеша онро тамошо кунед ва лайк ҳам гузоред.